Алматы қаласында Қытайдан Қазақстанға халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды. Қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тергеді. Тергеу барысында Group of the Companies ТДА жауапкершілігі шектеулі серіктестігі уәкілетті экономикалық оператор мәртебесіне ие бола тұра Қытайдан 100-ден астам контейнерді заңсыз жолмен елімізге кіргізген анықталды. Сонымен қатар олардың бақылауындағы 10 жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқылы жалған шот-фактуралар жазылған. Мемлекетке келтірілген залал, қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдер бойынша 10 миллиард теңгені құрады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында мемлекет бюджетіне 643 миллион теңге өндіріп алынды. Сот санкциясымен жалпы құны 1,3 миллиард теңге болатын тауарларға күдіктілерге тиесілі 300 миллион теңге сомасындағы мүлікке шектеу қойылды. Бұған қоса, аталған компаниямен байланыста болған 47 серіктес кәсіпорын өз еркімен өзара есеп айырысуды тоқтатып, бюджетке 240 миллион теңге салық төлеген. Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының үкімімен кінәлі тұлғалар мүлкін тәркілей отырып, 1 жыл 4 айдан 4 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар іске қатысы бар бір адамға халықаралық іздеу жарияланды.